Бәріне де сәлем достар. Сіздермен бірге Биби and Ния Токаханасы. Бүгін біз жаңа Тока-Бока сериалын түсіретін боламыз. Бұл сериалдың аты инстаблогер болады. Бұл бізде қызымыз. Бұл қыздың аты Әсем және оның жұбайы Ержан. Олар жаңадан үйленген және бұл қыз инстаграмды жүргізетін болады. Ендеше бастайық. Таң атып кетіпті ғой. Не болды ма телефонға сонша шырылдап өзі? Ержан, тұрсайшы. Ержан, бүгін біз қыдырамыз деп едік қой. Ержан. Так, мен тұрып таңғы ас жасайын. Бүгін бірінші жуынып бетіме күшті қуаттарымды жасап алайын. Так, мінекей мен таңғы асты дайындап болдым. Енді Ержанды тағы да оятайын, ол уже ұйықтап отқан шығар тағы да. Міне мен келдім. Кеп қойдым ба, жүр таңғы ас ішейік екеуміз. Мына жерге отырамын. Жарайды, бастайық таңғы асымызды. Так, бәріне де сәлем достар. Менің ең сүйікті инста достарым. Бүгін біз осындай керемет тағам жеп жатырмыз. Бұл өзі қолымна дайындадым, өте дәмді құймақ. Рецептін қазір астына қалдырып кетемін. Ал бізге ас болсын. Инстаграм сүрді тағы да бастағансың ба өзі? Таста сұрысыны, аппетитті бұзбай. Мен сушиді іше салайын. Болды, кеттім мен жұмысқа. Давай, наят жинастырып бәрі істеп қой. Кеттім мен. Ол өмір осындай. Тасып кеткен несі? Қой салайық. Ладно, ол мен неге салайын. Дәмді сондай. Просто менсінбейді. Үшенбай мен жинам керек. Так, бүгін қыдырсам қайтеді екен, Қазір Ержанға айтайын, звондасып. Алло, Ержан. Ау, не болды? Не ғой, бүгін мен қыдырайын деп едім, сен картаңда ақшаны жаратамын, сау бол. Ура! Тесті напсайын, қыдырам. Қоя салайын. Кегесін жуам. Ура, кеттім. Так, мен дайындалып алайын телефонды. Сүп-сүйкімді мошка, менің қыдыруға бара жатырмын. Сен үйде тып-тыныш отырмақшы ма? Міне, бізге керекті карта. Так, кеттім. Телефонды алып алайын. Менде даже сумкада жоқ екен. Бүгін сумка керек жақтың бәрін алайын. Өйткені біз жаңадан көшіп келдік қой. Так, мынаған керек жарақтарын бәрін сап алайын. Телефонды өшіре салайық. И мен мына киімді киіп алайын. Менде басқада киім жоқ. Ура, қыдыруға барам. Так, құрбыларыма айтып қойдым. Бүгін сонымен бірге шоппинг жасаймын и тамақтанамыз. Короче, бәрі күшті болады. Ендеше кеттік. Так, шығып кетейін. Болды. Кеттім. Қысқасы мен жолда кетіп бара жатырмын. Және біз қыздармен бассейнге жиналатын болып шештік. Қыздар келдік қой уже, я. Уже күтіп алып еді. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Вау, келдің ба? Жандарым сол. Жүріңдер, мен сендерге бассейнді дайындап қойдым уже. Ура, біз бассейнмен таныстырасың ба? Я, жүріңдер, кеттік. Так, жүріңдер, мына жерде кіретін жер бар. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз. Керек заттарымды ана жерге ашып қоя салып. Жарайды қазір. Так, заттарым мына жерге қоя салам. Жүріңдер енді. Мына жерден бассейн киімдерін алып, давайте жұмыс етеміз бәрімізге. Ура, күшті болады қазір. Так, бірінші таныстырып кетейін. Кейін болыңдар ма? Міне мынау просто так детский зона. Я күшті екен, бірақ бізге бұл детский зона керек. Вау, мен күнде қызырынған жақсы көрем.
Я бұл жерде күшті күнге қыздырнасын. Кеттік. Вот там мына жер тып-тыныш. Бұл жерде біз просто так тренировкамен айналысамыз. Ана жерде тыныштық болады. Біздің жұмысымызды бөле бермей тезірек өтіп кетіңдер. Я кеттік қыздар жүріңдер. Ана жақ просто супер. Мен осы жерді қатты жақсы көремін. Сен ақ көзілдер киіп алғансың? Жай мен суға көп темін бұл жерде. Вау. Бұл жер ыстық шығар, я. Давайте түсіп көреміз. Я. Вау. О май гад. Соншалықты ыстық болып кетті, мә. Ұзақ отырдық қой, мен жақта 1-2 сағат. Так, қыздар енді келесі жаққа барады. Я кеттік. Олар екінші қабатқа кетіп бара жатыр. Мәсіған бұл жердің атмосферасы прям бөлік қой. Я бір күшті бәрінен алып бұл екінші қабатқа кетті. Вау. Неке мына жерде бізде иттердің, короче, түсетін мындай алымдары бар. Өте күшті бұл жер. И мына жақта сырғанақтар бар. Міне осылай сырғанаймыз. Күшті екен. И ары қарай бізде осындай күшті зоналар бар. Мына күшті екен кемдер ойнағында. И ары қарай бізде мына жерде тоже детская зона. Бұл жерде де керемет. И мына жақта бізде қазір и мына жақта бізде сатқанда бар, осы жерге отырып тамақтанып алайық. Иә. Дәмді екен тамақтары. Иә, күшті. Вот бізде мынандай күшті тамақтар бар. Дәмді. Енді суға түсейік жүріңдер. Ура, кетті. Күшті суға түсейік. Так, олар үшінші қабатқа келдім. Қыздар тоқтайтындар, мен мына жерде күшті зонада. Мен инстаблогер екен білесіңдер ғой, ана жерге күшті видео түсіріп алайын. Бәріне де сәлем достар. Бүгін біз осылай керемет. Мынандай аквапаркте жүрміз. Там бұл жер өте керемет. Осында күшті сулар бар, мынандай күшті кремдер бар. Сіздерді үшіре шақырамыз, өте күшті. Вау, қандай күшті. Вау. Я өте бұл жер өте күшті. Сіздерге қазір ары қарай күштігімізді бәрін көрсететін болам. Давайте қыздар жүріңдер, ана жойын, жоғары жағына сырғанайық. Давайте. Так, достар, біз қазір мына жерден сырғанайын деп жатырмыз. Өз пөтірліген видео сүре беремін, қалай? Міне, старблогер ғой, енді қайдан білет? Дами алмайды да ғой адам. Қайдан білсін? Жүрен сырғанайық. Я. Вау, мына жер прям күшті ғой. Давайте осы жерде демаламыз деп. Мына жерге отырамын. Вау. Дәмді екен. Онда келіңдер, мен сырғанақтан сырғанайық. Я. Давай мен ең үлкен горкадан сырғанайық. Мен мына жер жоқтында ойнайын. Кеттім. Мә, достар, қараңыздар, ана жаққа түсіп кетті. Не көрдіңіздер ма? Енді мен сырғанайым. Қайпарлықтарыңыз қарап тұрыңыздар. Мә, телефон су болып қалды ғой. Аруна, келсіш тезірек. Сырғана түс. Так, қыздар, уже ойнап болған шығармыз. Енді бір күшті мейрамханаға барып демалайықшы, давайте. Мен жарайды кеттік. Қыздар, жоқ, мен бара алмаймын. Осы жерде қаламын. Онда екеуміз барамыз. Так, мен осындай бір күшті мейрамхана біліп жүріп кіріп көрейік. Вау.
мына жер күшті, море көрініп тұрады прям. Қазір мен достарыма түсірейін. Бәріне сәлем достар, бұл жаңа влогтың жалғасы. Біз, осындай море көрініп тұрады, теңіз жағасындағы күшті мейрамханаға келдік. Даяшы, тез кел. Қазір сіздерге бәрін көрсетіп шығамын. Вау, күшті екен. Ал енді жіберсек болады. Осылай жемейді только жоға түсіріледі ғой. Міне біздің күшті моренің алдындағы керемет кешкі асымыз болады. Біз осыдан кейін қайтамыз. Ал дағы да маған ас болсын. Вау. Қоймады ғой мынауды. Көрсен бәрі одан дамылмайсың ғой. Иста саған не керек? Осы бәрін, времяның бәрін құртып жүресің түсірі осылай. Вообще, сен не деп тұрсың? Бұл вообще менің арманым, мақсаттым шығар может. Мен өзім білеміз, түсірем ба, түсірмейм ба. Өзің білсең не қылдым мен енді. Кетші бар. Вообще, сен не қылбай маған жесе алай. Вообще кетті бер. Кете бер, мен кеттім. Осындай екенде кеттім мен екен. Өмір осы жақсы қыздар ма деп жүрсе, адам болса бір шоппингтер жасамадық. Ладно енді, кеттім мен. Так, мен достарыма сөйлеймін айтпақшы. Ал достар, біздің осылай күшті күніміз бітті. Сау болыңыздар. Ертеңнен тағы да влог күтіңіздер. Бай-бай. Бұл да уже. Кеттім. Не қарайсың? Не, қайда жүрсің? Кеш батты ғой, уже не істеп жүрсің сен? Даже түн болды. Не біле ол? Түнге де қыдырасыңдар. Не болсыншы, мен сені ойлап, мені қара, қаншама киім алып келе жатырмын. Бопты жүреді. Тамақ ішіп ұйықтайықшы. Қош, мен жемеймін ештеңе. Конечно, өзің тойып келесің, жұмыста бері күтіп отырып ғой сені. Жүр енді ұйықтайық. Заттарын қоя сал, ертең ертейсің. Ладно. Сосын шеші инста дегенді қайта бастаған деп ба? Таста деді бой саған. Жаңа видеолар көріп қалды. Біртүрлі. Нені қыздармен ұрсып жүрсің ба? Көшеден не шаруан бар? Осыдан адамдар байып жатыр ғой. Неге сендер осы түсінбейсіңдер? Мен вообще. Адамдар осыдан байып жатыр, күшті болып жатыр. Біз өзіміз асырамасақ, бізді кім асырайды вообще? Инстаблогер болып келеді просто менің. Бопты, мен инстаблогер болсам, инстаблогерсің ұйықтайықшы. Барып жинаймасың подписчик одан. Жай жүріп жатыр вообще. Мен кеттім ұйықтаймын. Ұйықтасаң ұйықтай бер. Не мынау? Фу, кеттім. Осылайша олар көп ұрысты, бірақ кем қойып қалды. Таң атты. Мә, Ержан, тұрайық, мен кәдімгідей қатып ұйықтап қалыппын кешеден кейін. Тезірек жүр, көжі. Мә, сағат қанша болған өзі? Мә, мен жұмысына кешіктім. Жарайды, мен кеттім. Тағы да кетіп қаласың ба? Қойшы, мен не жалғыз қыдыра беремін ба? Керек еді саған біздің инста. Керек, қайнап көрейінші. Міне қара. Мә, қара. Қарасай, мен уже 20 мың подписчикке жеттім ба бір күнде? Мә, саған. Не? Мә, саған. Бір күнде 20 мың подписчик ба? Қалай ол? Кәні көрсетші. Мә, сенбесен қара. Мені күшті деп батыр бәрі. Көрдің ба сендер, сенбейсіңдер. Мә, күшті ғой. Вау. Мына қара, мен осымен күшті жанымалар жасап, ақша табуға болады. Бұл дейтін тез болып да деймде. Ладно, жарайды, мен жұмысыма кеттім. Осылайша олардың күндері өте қызықты аяқталды. Екінші сериясын достар шығарайын ба? Сол туралы комментарийға жаза кетіңіздер. Ал ендеше видеоны аса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.